Құрметті көрермен, енді күн суытқан сайын жақында жылу да келеді, бұған дайындық қалай жүріп жатыр екен? Соны мінекей біздің тілшілеріміз анықтаған болатын. Төтеншеліктер халықтың осы жағдайы қалай болғанын және өздеріңіз білетіндей қысқы дайындық қалай болып жатқанын барлығын да тексерген болатын. Ендеше сол сюжетке кезек берейік. Сақтансаң сақтаймын. Төтеншеліктер алматылықтардың алдағы жылыту маусымына дайындықтарын тексерді. Көмек қолы деп аталған акциясы аясында құтқару қызметінің мамандары қаладағы тұрғын үйлерді аралап қауіпсіздік шараларын пысықтады. Жылыту маусымының дайындық басталуына байланысты Жетісу ауданында орналасқан жеке тұрғын үйлерде профилактикалық жұмыстар жүргізудеміз. Бұл жұмыстың басты мақсаты халықты жылыту маусымына дайындалу бойынша хабарландыру. Тексеріс кезінде барлығы 151.934 жеке тұрғын үй есепке алынып, 66 улы газ датчигі, 47 түтін датчигі орнатылды. Сондай-ақ 83 оқу нысанында жаттығу өткізілді. Жылыту маусымының басталуына бір ай алдын және жылыту маусымының соңына дейін әр аптаның сенбі күні сенбіліктер ұйымдастырылып, жеке құраммен тұрғын үйлерді аралап профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Төтенше жағдайлар департаменті тұрғын үйдің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мына мәселелерге мән беру керек дейді. Сонымен қатар үй-жайларда жылыту үшін газ плиталарын қолдану, газ кесу құрылғысына өз бетімен жөндеу жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады.